Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 80 жазғы саяхат. Мәтінді оқып қою қаріппен берілген сөздерге түсінік беріңдер. Ауылға саяхат. Жаз келді дегенше жер көк кілемдей жайқалып, күннің көзі жарқырап шыға келеді. Жаз 4 мезгілдің ішіндегі ең ыстық әрі ең көңілді мезгіл. Өйткені оқушылардың барлығы демалысқа шығып, күнде серуендеп ойын ойнайды. Кей балалар сияқты мен де жазда атам мен әжемнің ауылына барамын. Мен үшін ең ашық аспан ауылдың аспаны. Сан мың жұлдыз аспанда түрлі пішін көрсетіп тұрған секілді. Атам екеуміз жеті қарақшыны санап, түнгі салқын самалмен ұйықтап, шығыстан атқан күнмен бірге оянамыз. Таңғы шайды тәттілеп ішіп, айраннан ұрттап, кешке дейін ауыл балаларымен ойнаймын. Ауылда менің достарым өте көп. Біз түрлі ойындар ойнаймыз. Асық, ләңгі, аударыспақ, күрес және тағы басқа. Бұл ер балалар ойнайтын қазақтың ұлттық ойындары. Қай жерде болмасын, ер балалардың бастары қосылса, футбол ойнайды. Сол секілді біз де бұл ойынды жақсы көреміз. Жаз айларындағы тағы бір ерекшелік кешкілік кездің қызықтары. Көрші балалармен аулада ойнаған ойындар қызық үстіне қызық бола береді. Кешкі масатыдай құлпырған дала, салқын самал жел керемет күйге бөліп, уақыттың қалай зымырап өтіп жатқанын байқамай қаласың. Жаз айларындағы әрбір саяхат өте тамаша. Дегенмен жыл мезгілдерінің қайсыбірін алсақ та, әрқайсының орны бөлек ерекше. Енді мәтіндегі қою әріппен берілген сөздерге түсініктеме. Жетқарақшы аспанның солтүстік жартышарындағы шоқ жұлдыз. Асық ұлттық ойын, қой асығымен ойналады. Баланы дәлдікке, ұстамдылыққа тәрбиелейді. Ләңгі теріге қорғасынды тігіп немесе жапсырып аяқпен теуіп ойналатын ойын. Аударыспақ үлкен ептілікті, күштілікті қажет ететін ойынның түрі. Бұл ойында екі салт атты бір-бірін аттан аударуға тырысады. Күрес түркі халықтар арасындағы дәстүрлі күрес түрі. Масатадай құлпырған дала, жаздағы көк шөбімен, гүлімен әдемі көрінетін табиғат көрінісі. Салқын самал жел, жай ғана есіп тұратын салқын жел. Екінші тапсырма тыңдалым. Жетісу туралы өлеңді тыңдап, Жетісудың табиғатын сипаттаңдар. Жетісудың өзен көлдері сылдырап ағып жатады. Айналасы қалың ну орман. Шыршалары жап-жасыл болып, көрікті болып тұрады. Бір шыбық шаншысаң, үлкен шынар ағашы болып жайқалып өседі. Үшінші тапсырма. Оқылым мәтіннің өздеріңе ұнаған азат жолындағы негізгі ойды анықтап, төл сөз бен автор сөзі түрінде жазыңдар. Тыныс белгілерінің дұрыс қойылуына назар аударыңдар. Жаз мезгілі өте қызық, өте көңілді мезгіл. Себебі балалар демалысқа шығып кешке дейін ойын ойнайды, дейді автор. Төртінші тапсырма. Жазғы демалысты жоспарлап, ауылдағы ата-әжеңе немесе туыстарыңа хат жазыңдар. Хат жазуға қойылатын негізгі талаптар: сәлемдесу, амандық, саулық сұрасу, өзі туралы жазу және хат жазу мақсатынан хабар беру. Қорытынды қоштасу. Хат. Амансыздар ма менің қымбатты атам мен әжем? Хал жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Менің хат жазудағы мақсатым, сіздерге айтар жағымды жаңалығым бар. Мен демалысқа шықтым. Бірнеше күннен соң сіздер жаққа ауылға барамын. Сіздерді қатты сағындым. Ауылға баратын күнді асыға күтіп жүрмін. Қош болыңыздар, көріскенше күн нұрлы болсын. Беттеріңізден сүйдім. Сәлеммен сүйікті немерелеріңіз Айша. Бесінші тапсырма. Жазғы саяхат сөзіне сөз жұмбақ не өлең құрастырыңдар. Жаз мезгілі тамаша, серуендейміз, ойнаймыз. Құрбылармен жараса, ойынға бір тоймаймыз. Саяхаттап тауларға, таза ауада қыдырдық. Барып әсем бауларға, көбелекте қуыстық. Алтыншы тапсырма. Өздеріңе жақсы таныс қалаға не ауылға ойша саяхат жасап, әңгіме жазыңдар. Жазба жұмысында ұлы саяхатшылардың сөздерін пайдаланыңдар. Менің ата-әжем ынтымақ ауылында тұрады. Жазда мен ауылға жиі барамын. Атам екеуміз өзен жағасына саяхатқа шықтық. Атам, сылдырап аққан судың жағасында саяхаттау адам денсаулығына пайдалы екен деді. Сол күні екеуміз кешке дейін өзен жағасында балық аулап әңгімелесіп отырдық. Расында өзен жағасы жанға жайлы екен. Таза ауасы, жайқалған қоғасы, майда ескен жел лебі маған қатты ұнады. Есіме Шоқан Уәлихановтың табиғаттың өзінде өзгеше бір сүйсінерлік, жанға жайлы бір нәрсе бар деп айтқан сөзі түседі. Шынында дәл тауып айтқан екен.